жатыр. Енді бір қызықты айтайын. Бір өте мықты кісі бар еді. Ол мықты кісінің мықтылығы соншалық, ол тіпті Қытайдың мына 5 миллион Фалун Гонг мүриттерін сойып, ағзасын саудалаған, Қытайдың мына адам ағзасы саудасын әлемге бірінші болып ашқан адам болады. Ол 2017 жылы мен мына Қытайда адам ағзасы саудаланады, Қытай консулагерінде қазақтардың ішкі ағзасы сатылуы мүмкін дейтін лекцияларымда мен атақты екі канадалық пен америкалық саясаткердің осы мәселелерді көтергендігін, екі Дэвид деп тұрып лекциямда айттым. Бұл бір. Екіншіден, осы мәселені көтерген тағы бір адам, оның кітабы туралы айтты. Құдайдың құдіреті, хикметі. 2020 жылы мен түрмеден шыққанда бұл кісі Қазақстанға құпия түрде барып менімен жүздесті. Ал ол кісіге біз бірге болдық та, бірге қонақ үйде бірге жаттық, жаңағы әрине бөлек бөлмелерде. Үлкен ғылым адамы, үлкен зерттеумен Американың сыртқы саясатын өте ықпал ететін адам. Өткеннен бері бекзаттар тұтқындалғалы, ал телефонына шығам, хабарласам, жазам, жауап бермейді. Енді мына Алланың хикметін қара, иә. Бір күні ойыма түнде жатарда аяқ астынан хикметпен сол кісінің электрондық поштасы келді ғой. Хикметпен электрондық пошта келді. Мен телефон нөмірді білмейтін адам. Біреудің электрондық поштасын миыма тура кәдімгі суретпен көз алдыма әкеп жарқ етіп көрсеткендей, хикметпен ана кісіге мен хат жазып отырған кезім көз алдыма келді ғой. Ол кісінің поштасы солай еді ғой дедім де, әлгі атып тұрып телефонымнан әлгі кісінің электрондық поштасына хат жазып жібердім. Сақ етіп хат қайтарды. Телефоныңды алмайсың, хатқа жауап қайт. Мен телефонымды өшіріп кітап жазып жатыр едім дейді. Ойбай, кітабың тұра тұрсын, кітабың бар болсын. Ой, кітабың бүкіл дүниеге атом бомбы сияқты болатын кітап. Ой, кітабың тұрсын, мына өзің барған офисінде болған, өзің жүздестің Бекзат Мақсұтханмен, Нәзигүл Мақсұтханмен жүздестің. Сол адамдар қазір міне түрмеде отыр. Нәзигүл Мақсұтхан 7 айлық жаңағы жүкті әйел, аяғы ауыр. Аяғында электрондық кісен тұр. Дәрігерлер электрондық кісен денсаулыққа зиян дегеніне қарамай кісен деп қойды. Бекзат Мақсұтхан түрмеде ойбай дейді. Ойбай десең, анда кітабыңды қой, бері шық. Сөйтсе ол кісі кәдімгі бүкіл неден бөлектеніп, өзінің ана несінде, осы Вашингтоннан біраз жерде штатта таудың ішінде керемет қымбат жерде саяжайы бар, жаңағы аюлар жүретін тау. Маған әзілдеп кел дейді ғой, мен әлі барған жоқпын. Аю жүретін есігінің алдында кәдімгі. Соны екінші қабаттан түсіріп, аю келгенін түсіріп, маған бір жіберген, келіп қайтсаңшы деп қыдырып жүрдім ғой жазда. Міне хикметпен поштасын миыма келді ғой. Миыма поштасы келді. Ұмытып қалғам ғой поштасын. Көрдіңіз ба? Хикмет. Мысалы, бүгін таңертең көзімді ашып таң намазға сағат 7-де таң намазға тұрып, бізде күн 7:30-да шығады. Таң намаз 7-де қарасам, хат келіп отыр. Міне. Бұл мен үнемі дұға қылатынмын. Күллі әлемнің Раббысы деп дұға қылатынмын. Осы намазымда да, намаз оқудың алдында да, кейде намазсыз да дұға қылам. Жолда келе жатып дұға қылатынмын. Өзіңнің ілімді, білімді, сүйікті құлдарыңды, өзің сүйген құлдарыңды бізге жақын қыл, олардан бізге, бізден оларға пайда жеткіз. Өзіңнің қарғысыңа қалған лағнеті құлдарыңды бізден алыс қыл, олардан бізге еш зәбір зиян жеткізе көрме деп дұға қылатынмын. Қабыл болып жатыр. Алланың сүйікті бақытты құлдары айналамызға жиылып жатыр. Және бір қатты дұға қылатын. Не Алла, шексіз құдірет иесі, осы іске пайдасы бар адамдарды алдымызда зыр жүгіртіп қойшы. Осы іске көмегі болатын адамдарды бізбен хабарластырып қойшы. Біз білмейтін, өмір ойымызға, қиялымызға да келмеген, бірақ осы азаматтарды бостандыққа шығаруға себеп болатын адамдарды осы іске өзің жұмылдырып қойшы. Күллі ғылымның иесі, хикмет мұғжизалардың иесі Алла, осы іске көмегі бар барша адамның баласын осы іске жұмылдырып қойшы деп дұға қылатынмын. Хикмет иесі міне. Хикмет иесі. Дұғаларымыз қабыл болып жатыр. Аллаға сансыз мадақтар болсын. Мысалы, мен Бекзат Мақсұтханның үйінде үйғамақта отырдым. Сол кезде ешкім, кімге хабарласам білмеймін. Телефонның бәрі кеткен. Сонда менде бір таңғажайып не болды? Дұға жасаймын. Алла, осы ісімізге қайыры бар, пайдасы бар адамдарды өзің жұмылдырып қойшы. Мен олардың кім екенін де білмеймін. Бірақ тек осы іске қайыр бар құлдарың болса, өзің соларды зыр жүгіртіп осы іске көмегін тигізіп қойшы дедім. Міне, танымайтын, білмейтін өмірі біз естімеген адамдар бізбенен хабарласты ғой сол кезде. Сондықтан
Дұға қабыл болады. Сөз заттанады. Бұл сөз материализацияланады. Оны қазіргі ғалымдар айтып жатыр. Оны менің атақты қазақ имани әдебиетінің туыстаушысы Абай Шәкәрім Ақтүлімжіден кейінгі қазақтың 4-ші имани әдебиетінің туыстаушысы Құлкерім Елемес ағам сөз заттанады деп мақала жазған тұғын. Сөз заттанады деп. Көрдіңіз бе? Сөз заттанады. Мен оған бір, міне жаңағы өзімнің жасаған дұғаларымның қабыл болуымен оң мысал келтірдім.